Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болған жүрекше пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқа, содан соң қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз осылай әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді сұйық қоспаларымызды қосамыз. Бізге сұйық май және де сүт қажет болады. Екеуін қосып, тағы да араластырамыз. Енді қопсытқыш және де міндетті түрде електен өткізген ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Егер ұнды бірден қосып жіберетін болсақ, онда біздің массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Өте оңай жасалатын пирог және де құрамы қарапайым заттардан тұрады. Ең алғаш жасағаннан-ақ дәмді болып шығады. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын, осылай сұйық болуы керек. Енді дайын болған қамырымыздан бөлек осылай 2 ас қасық бөлек ыдысымызға алып, оның үстіне кішкене ғана красителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Қаны қызыл түсті красителіңіз болса, соны пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі шығады. Менде дәл осы түс қалғандықтан осы түсті пайдаландым. Дайын болған қызыл түсті осылай шприцтің көмегімен немесе кондитерлік қалташамен құйсаңыздар болады. Енді қамырымызды өзіңізге ұнайтын кез келген формаға құямыз. Содан соң қызыл түсті қамырымызды осылай шприцтің көмегімен құямыз. Қамырымызды құйып болған соң, енді бізге шпажка қажет болады. Шпажканы дәл осылай жүргізе отырып, жүрекше жасаймыз. Ал енді пирогты қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің жүрекше пирогымыз дайын, жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.